Ақша барлық жерде. Тамақты, көңіл көтеру, киім-кешек, оқу бәрін ақшаға аламыз. Ақша адамды айнала ағып тұрады. Ақша ағымында жүзе алмасақ, батып кетуге, яғни ақшасыз қалуға болады. Сенің құтқаратын қаржылығың, сауатың, кәсіпкер болуды жоспарлап жүрсең, қаржылық сауаттылық саған аса қажет болады. Қаржылай сауатты болу үшін арнайы білімнің қажеті жоқ. Қаржылық сауатқа қатысты негізгі ережелер бар. Оларды әркім білуі тиіс. Ал мынау бюджет деген сөз. Ол сенде де бар. Өзіңнің жеке қаражатың, ақшаны ата-анаң берсе де, өзің тапсаң да, ол сенің жеке кірісің. Киноға немесе түскі асқа жұмсау сенің шығындарың артылады. Шығының кірісіңнен асып кетпесін, банкрот боласың. Яғни, қолыңда мүлде ақша қалмайды. Қаржы мамандарының есептері бойынша адамдар көп ақшасын ойсыз жұмсайтын анықталған. Өйткені, олар түрлі тұзақтарға түседі. Ол жарнама мен еліктіру, мысалы, қарның ашып тұрмаса да, иісі аңқыған тәтті тоқашты сатып аласың. Қолыңнан ақша үзілмешін, өз бюджетіңнің есебін жүргізуің керек. Яғни, қолыңда бар ақшаның санын білуің қажет. Қашан және қанша кіріс аласың, шығының қанша екенін есептеп біліп жүруің керек. Қаржы жағынан сауатты адамның тағы бір жақсы әдеті – қор жинау. Қолыңа ақша түсті делік, оның бір бөлігін кіріске деп, немесе бір арманыңа айталық смартфон, не велосипед сатып алуға қойып қой. Есіңде болсын, ақша санағанды ұнатады. Ақшаны дұрыс санай білу сені табысты кәсіпкерге айналдырады. Бюджетіңді жоспарлауды қазірден баста.